Порталмен жұмыс істеу. Госзакуп порталмен қалай жұмыс істейміз? Порталдан тендерлерді қалай іздейміз? Ең алдымен біз порталға қатысу үшін тендерлерді іздеп қоямыз бір аптаға. Мынау Google Chrome болсын, басқа да браузер болсын, мына панель закладка бірден 5-ке дейін папка жасап қоямыз. Ол папканы былай жасаймыз. Жоғары жағына барып, панель закладка, добавить папку. Дәл солай, цифрасын жазып, 1 болса 1, 2 болса 2, 3 болса 3, осыны жазып қойып қоямыз. Себебі біз 1 деген дүйсенбі күні, сейсенбі күні, сәрсенбі күні өстіп бірінші күнге, екінші күнге, үшінші күнге болатын тендерлерді сақтап қоямыз. Осылай бір аптаға жасап қойсаңыздар, күніге тендер іздеп отырмайсыздар, бұл сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Ал енді тендер іздейтін болсақ, закупканың ішіне кіріп, поиск лотов дегенді басамыз. Осының ішінде поиск лотовта на способ закупки, запрос ценовых предложений қоямыз. Статусқа опубликован, сәл төмен түсірсеңіздер, мына опубликован бар, және опубликован прием ценовых предложений бар, осыны таңдаймыз. Мына жерге сумма закупки, мысалға 10 мыңнан 5 мыңнан төменгі тендерлер көрсетілмес үшін минимально 30 мыңнан жоғары, я болмаса 50 мыңнан жоғары тендерлер көрсетілсін дейтін болсаңыздар, мына жерге минимальный сумма қоясыздар. Максимальный сумманы қоюдан қажет емес. Место поставки. Бұл өздеріңіздің қалауыңызша. Егер бүкіл Қазақстанға қатысатын болсаңыздар, онда мына жерге ештеңе толтырмаймыз. Егер бір арнайы қалаға қатысатын болсаңыздар, Алматы, Астана сияқты, онда мына жерге сол қаланың атауын жазсаңыздар шығады. Өздеріңіздің региондарына қатысам дейтін болсаңыздар, мына жерге жазсаңыздар болады. Қалған ешқайсысын толтырудан қажет емес. Енді мына жерге наименование. Мысалға өздеріңіз қай тауарға қатысасыздар, сол тауардың атауын мына жерге жазсаңыздар болады. Мысалға ручка дейтін болсаңыздар, поискті басамыз. Ручканың бірнеше, бүкіл Қазақстан бойынша ручка шықты міне. 30 мыңнан жоғары тендерлер. Ручка, бұның ішінде ручка, строительный ручкалар бар, канцелярский ручкалар бар. Сіздердің қайсына қатысасыздар, сол бойынша мына жерге жазсаңыздар болады. Канцелярский болса, ручка канцелярский дегенді мына жерге жазатын болсаңыздар, сіздерде тек қана ручка канцелярский шығады. Егер строительный товар болатын болса, онда строительный товардың атауын мына жерге жазасыздар. Мысалға краска, егер краскаге қатысатын болсаңыздар, краска деп мысалы толтырып жазасыздар. Водоэмульсия болса, водоэмульсия, я болмаса есік болса, дверь деп. Енді осы жерде бір позиция, бір атау бойынша осы канцелярский, мысалы ручкаға қатысатын болсақ, барлығын ашамыз. Жаңа вкладкаде мышканың оң жағын басып, открыть ссылку в новой вкладке десеңіздер де болады. Ашылған вкладкалердегі ручкаларыңызда байқап қалатын болсаңыздар, ручкадан басқа да канцеляриялық тауарлар беріп жатыр. Барлығына қатыссаңыздар болады. Егер пайдасы қалса, қатысуға болады. Осы ручка деген сөзді мына жердегі звездочканы басып, панель закладоктағы выбрать другую папку дегенді бассаңыздар, міне 1 деген бар. Осы жерге сақтап қойсаңыздар болады. Атауында жазып мына жерге. Келесі ашамыз, лотыға өтеміз. Бұл жерде де ручка беріліп жатыр, міне 3 штук 140 теңгеден. Бұны да сақтап қоямыз. Міне 17-сіне бітеді. 17-сі мысалға пятница, жұма күні екен. Міне 5-ке сақтаймыз. Мына жерден выбрать другую папку дейміз да, міне 5 дегенді сақтап қоямыз. Міне енді 5-те шығып тұрады бізде ручка деп. Келесіне өтеміз.
келесі дәл солай 5-ші ертең бітеді екен. Дәл солай мына бүкіл канцелярскийдағы ручка атауындағы тауарларды осылай сақтап отырамыз. Міне 20-сына бітеді екен. 20-сы деген дүйсенбі күні. Онда бұл бірге кетеді. 5-ке емес, мына жерге ручка деген жазамыз да. Ручка деген көшіріп алып, мына жерден бірді таңдаймыз. Міне қарасаңыздар, сонда бізде бірінші күні дүйсенбі күні болатын тендерлер, мына сейсенбі, сәрсенбі күні болатын тендерлеріміздің бәрі жинақы тұрады. Енді келесі ручка емес басқа тауарға қатысатын болсаңыздар, мысалға, егер сіздер канцеляриялық тауарлармен қатысып жүрген болсаңыздар, онда скотч деп жазсаңыздар да болады да. Енді келесі мысалға осы скотчтарды да дәл солай сақтап қоясыздар. Міне мынау 5-ші күні бітеді екен. Звездочканы басып, міне мынау жұлдызшаны басып, атауын қойып, өзгертіп, мына жердегі папкаңызды таңдайсыз 5-не. Міне 5-не енді сіздерде скотч бар, ручка бар. 5-ші күні қатыса алатын. Яғни ертең бұл 5 деген. Бүгін бейсенбі күні жазып отырмыз бұл урокты, сондықтан ертеңгі 5-не болады. Келесін іздейтін болсаңыздар, сәл төмендірек түсейін, түсінікті болу үшін. Міне. Мына жерде де скотч деген бар екен. Мынау 21-не, яғни сейсенбі күні. 2-ші күні бітеді. Осыны да дәл солай жұлдызшаны басып, мына жерге скотч дегенді қойып, мына жерден енді выбрать другую папку 2 дегенді таңдаймыз. Міне 2 дегенде бізде енді скотч пайда болды. Бірнеше позицияларыңызды, бірнеше тауарларыңызды қатысатын. Бумага, скотч, папкаге қатысасыздар ма? Өздеріңіздің салаларыңыз бойынша бүкіл тауарларды іздеп, мына жерге скотчтан кейін келесі бумага деп іздейтін болсаңыздар да, барлығын сақтап қойсаңыздар болады. Әр қайсысын бумага бір бөлек мына жерде тұрады, сізде міне ручка тұр. Мысалға мынау дүйсенбі күні бітетін болатын болса, дыракол деп іздесеңіздер де болады мысалы. Осыны сақтап қоямыз. Міне бірінші күні бұл мысал ретінде, бұл бүгін бітеді, бірақ мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Сонда сіздерде ручка, дыракол, скотч, бумага, дәл сол сияқты бірнеше атаулы тендерлер тұрады. Бірнешеу. Енді бірінші күні, екінші күні, үшінші күні барлық күнге осы қажетті тендерге қатысатын тауарларыңыздың тізімін іліп сақтап қойсаңыздар болады осындай папкаге. Себебі бұл уақыттарыңызды үнемдейді. Екінші күніге сол тендерді іздеп отырмайсыздар. Тек қана осы папкаға кіресіз, мысалға ертең бітетін тендерге кіресіз, соған ғана қатысасыз. Үшінші күні тендер бітетін, соған ғана қатысасыз. Төртінші күнге, бесінші күні қай тендерлер бітеді, соған ғана қатысып отырасыздар. Бұл сіздерде уақыттарыңызды үнемдейді. Енді осындай папкалерге сақтап қойғаннан кейін, бұл біз тендерлерді іздеуді үйреніп жатырмыз. Мына жерге өздеріңіздің салаларыңыз бойынша, егер строительный құрылыс заттары болса, онда құрылыс заттарының атауларын жазып шығасыздар. Мысалға, лампочка бар, кабель бар, басқа да тауарларыңыз бар. Әр қайсысын жазып, іздеп, сақтап, келесін жазып іздейсіздер, және сақтайсыздар мынандай папкаға. Сөйтіп, тауарларыңыз біткенше жазып шығасыздар. Бұны сенбі күні істеген тиімді болады, сенбі күні. Егер уақыттарыңыз болса, жұма күні кешкісін келесі күні мынау бір аптаға іздеп, осындай папкалерге сақтап қойсаңыздар, тиімді болады жұмыстарыңыз. Енді тендер іздеп болдық. Осының бәрін біткеннен кейін келесі сабақта біз қатыса бастаймыз. Тендерге қатысамыз. Сіздер алдын осындай нелеріңізді толтырып қойыңыздар үй жұмысына. Бір апталық тендерлерді. Міне дәл осылай менікіндей браузердің ішінде папка жасайсыздар.
папканы тағы бір көрсетіп жіберейін қалай істейтінін. Мышканың оң жағын басып добавить папку десеңіздер, мына жерде панель закладок деген шығады, осыған қоясыздар. Мына папканың атауын ауыстырасыздар. Мына жерге 1 болса 1, 2 болса 2 мысалға. Сосын сохранить кнопкасын басасыздар. Міне сіздерде панельде шығады мына нәрсе. Осы папкалерге салып отырасыздар болатын тендерлеріңізді. Осылай қатысқан өте тиімді болады. Басқа да жолдары бар. Негізі тиімдісі осы, ең тиімдісі. Папкалер жасаңыздар браузерге. Сосын дәл осылай закупка лотоға кіріп, мына жерде запрос ценовых предложений таңдап, статусына опубликован прием ценовых предложений таңдап, өздеріңіздің қатысатын тауарларыңыз атауын жазып, найти деп, мынандай папкалерге салып қойыңыздар. Келесі сабақта осы бойынша қатысамыз. Осы тапқан тендерлеріңіз бойынша қатысамыз.